Это шоу будет интересным. Интернет мы раскачаем. Скажем гостю Айта Берсин. Прямо сейчас мы начинаем. Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті ханымдар мен мырзалар, біз бастаймыз. Наша передача Айта Берсин сегодня начинается с замечательного гостя Нуржан Аташ и, конечно же, мой вечный друг, старший брат-наставник Адельжан Шумбалов. И, конечно же, мой соратник, братишка, ведущий шоумен города Алматы, в том числе и Казахстана, Вадим Фишер. Ассаламу алейкум. Уалейкум. Достар, мен туралы да, Вадим туралы да, Нұржан туралы да небір қауесет кетуі мүмкін, бірақ айтатын елдер Айта Берсин. Біз бастаймыз. Иә. Қалғалай, Нұржан, қош келдің. Қош көрдік. Өздеріңіз қалай? Жақсы, біз сені тележүргізуші ретінде, тойда жүргізетін асаба ретінде білеміз. Шығармашылықта не жаңалықтар болып жатыр? Тележүргізушілік пен асабалықтың арасын қалай жігін ажыратып жүрсің? Жұмыс қалай болып жатыр? Екі жұмыс бір-біріне кедергі жасап жатқан жоқ па? Қазіргі таңда Әділжан аға, мен телевизия саласынан да және радио саласынан да актерлық саладан да кішкене алшақтап, көбінесе басым бөлігі осы той саласында, сонымен қатар кәсіпті бір қолға алып жүрмін, сол жақта жүрмін. Басым бөлігі осылай болып жатыр. Сол себепті үлгерім үздіксіз жалғасын табуда. Дұрыс, үлгеріп отыру керек. Талапты ерге нұр жауады дейді. Әрине, материалдық жағдайда дұрыс болу керек, себебі сананы тұрмыс билейді. Көп рахмет. Нұржан, қазір мен білетінен өзің сияқты жүргізушілер, өзің сияқты той тізгін ұстап жүрген азаматтар жетерлік. Соларға егер 20 жастағы Нұржан алдыңа келсе, 20 жасар Нұржан алдыңда тұр. Қандай кеңес берер едің өзің? 3 кеңес. 3 совета. Молодому Нұржану, 20-летнему. Сенің арманың алдамайтынына көңіліңде ешқашанда күдік болмасын. Жүрек жаратқанмен байланысын тапқан кезде жолыңнан жаңылмайсың. 2. Және өзіңнің еңбекқорлығыңның есесі алда сен ойлағаннан да орасан зор болатынына күмәнің болмасын. 3. Мне. Вот таких 3 совета. Не останавливаться ни в чем. Вперед, только вперед. Сенің еңбекқорлығың, твое трудолюбие, он еще вернется к тебе в 10-кратном размере. Кайф. Вот я помню, выезжаю, значит, за рулем еду, работал Нуржан на радио, вот, русское радио. И Европа. И Европа плюс. И вот звучит Европа плюс. И начинается, да, вот этот знакомый голос. И едешь, уже настроение совсем другое. Как ты вообще все это успеваешь? Первое — это бешеное желание. Я стремился к этому, мечтал и представлял все это. И альхамдулилля, то, что представляешь, исполняется в жизни, берешь от этого кайф и дальше стремишься к большему. Это уже, как бы сказать, доставляет удовольствие. Как мы с тобой всегда говорим, мы занимаемся своим любимым делом, и это нам доставляет удовольствие. За это еще и платят. Когда за это еще и платят, это вообще супер. Әділжан аға, енді сөзіңіздің жаны бар. Әрине, әрбір алдыға қойған армандарыңның орындалып жатқандағы ләззатымен бірге қосымша ол саған табыс алып келіп жатса, сөзсіз рахаты мүлдем басқаша. Бірақ жаңағыдай да мәселелер бар ғой. Мысалы, біз радио саласында жұмыс жасадық, телевизия саласында жұмыс жасадық, киноға түсіп жүрдік. Сіз енді әлде де сол саланың қарқынды қарбаласын барлығын жарастырып келе жатқан жансыз ғой. Бірақ соның барлығының бір айда табатын табысы біздің бір тойдан тауып жатқан табысымыз ғой, бірақ асылында. Бірақ бұл жерде жүруіміз сол сөзсіз махаббатымыздың септігі шығар деп ойлаймын. Как говорят, на халтуре работаем, на работе халтурим. Все двояко в этой жизни. Так, іске сәт ары қарай кетейік. Енді жаңағыда айтып отырмыз, өзіңді шақырғанда да біз сені осындай тамаша жүргізуші ретінде білеміз, тамаша радио жүргізуші, теле жүргізуші ретінде білеміз. Өзің үшін, мына келе жатқан ұрпаққа шын мәнінде де бізде қазір болып жатқан көптеген келеңсіз жағдайлар бар. Солардың бәрінен өтіп, мысалы, қазір балалардың, жастардың есірткіге құмар болуы, тәуелді ойындарға құмар болуы, әлеуметтік желілердегі біраз сайттарға кіріп кетіп өз-өзіне қол жұмсап қою туралы. Соның бәрі жастардың білімсіздігінен деп ойламайсың ба?
бір қыры сол шығар енді аға, таяқтың да екі ұшы бар деген сияқты әр нәрсенің екі жағынан да қарау керек сияқты. Мысалға 6 деген санды саған 6 болып көрінгенмен төменде тұрған адам ол 9 болып көрінеді дегендей. Әр нәрсенің енді түбіне үңіліп қарайтын болсаң, біріншісі сол білімсіздіктен, ілімсіздіктен, тәлім тәрбие берудегі уақыт жоқтықтан, қым-қуыт қаланың қарбаласып жатқан тіршілігіндегі сол бала шағамды асырасам екен деп таңның атысы күннің батысы жүрген әке мен ананың ұмытып кеткен әке шешеден, әулет ағайын туыстың бір-бірімен аралас құрластың алшақтауынан, ағайынның ортасында жүріп ағайыннан сол жылулық пен мейірімді сезбегендіктен, көрші қолаң бір-бірінің есігін қағып тұз сұрап нан сұрап бармағандықтан, осылайынан тізбектеп кете берсек, оның себебі мен салдары жеткілікті сыңайлы. Ал енді бір жақты ғана қарап тарсты осыдан dekпен айту өте қиын ғой деймін. На 100% согласен с тобой. Я вот впервые увидел в 90-м году, приехал в Алмату и увидел такую картину. Молодой человек сидит, рядом стоит бабушка, он ей места не уступает. Это первый шок был для меня. А бізде Қызылордада автобусқа мінесің, отырсаң, апа келеді, әй тұр былай. И тұрып кетесің. Меніңше сол тәрбие керек сияқты, үлкендердің тәк-тәгі. Баяғы қазақ айтатын еді, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін көкей жоқ деп. Сондықтан да дәл сондай тәрбие керек сияқты, өте дұрыс айтасың. Ол жалғыз білімге келіп тіреп тастаған болмайды. Сол тәрбие, ағайынның арасында қарым-қатынас, үйдегі әке мен ананың бір-біріне деген қатынас. Сондықтан да мен сенімен 100%-ға қосыламын. Итак, Нуржан, у меня к тебе сейчас есть вопрос. Сейчас ты должен у себя в голове назвать 4 самых любимых тебе людей, но не произносить вслух. Называй. Назвал? В этом списке ты есть? Вот. И это очень большой вопрос. Дело в том, что психологический короткий тест только что показал, что еще одна величина нашего творческого сообщества не знает, что такое любовь к себе. А ведь ты у себя должен быть на первом месте. Расскажи, пожалуйста, как ты проявляешь любовь к себе и вообще ты задумывался об этом? Потому что, насколько я знаю, ты все для всех делаешь, а для себя? Енді бұл жерде Вадим, адамның болмысы деген нәрсе бар шығар деп те ойлаймын. Жаратылыс бар. Мысалға, біреу өзіне уақыт бөлу арқылы ол бақыт табуы мүмкін. Киім алу арқылы, немесе қандай да бір тағысын тағы, көлік алу делік, шетелге шығу делік, мысалға қандай да бір брендтерден киім алу делік та. Ал бір азаматтар бар, ол өзінің сүйетін жандарына сүйіспеншілік таныту арқылы өзіне бақыт табуы мүмкін. Біздің жалпы барлығымыздың жасап жатқан ісіміз өзгелерге бақыт сыйлауға асылында. Той жүргізейік, кеш жүргізейік, тіпті мына подкаст жүргізейік. Сол себепті біздің әу бастағы жаратылысымызда өзгелерге бақыт сыйлау деген үлкен дүние табиғатымызға сіңіріп қойған сыңайлы. Сондықтан мен өзімді бірінші орынға қоймасам да, өзгелерді шаттық пен бақыт сыйлау деген басты мақсатты бірінші орынға қою арқылы өзімді шексіз бақыт сезінемін. Тамаша, рахмет, өте дұрыс. Болмай жатып, болдым деу, толмай жатып, толдым деу, ол үлкен қателік. Надо любить окружающую среду, надо любить жену, надо любить семью, и после этого уже проявится любовь к себе, наверное. Таким образом. Да, таким образом. Сондықтан да, мне сенің жүрегіңе, сенің айналаңды сүйетіңе ешқандай күмәнім жоқ. Нұржан, сен өйткені мен сені қанша уақыттан бері білем, өте ашық, жарқын жансың айналайын. Қай уақытта да елге болсын деп жүресің, менің иман саламат болғыр. Әкем айтып отыратын еді, біреуге болмасын деген оңбасын деп. Сондықтан да жұртқа болсын деп тілеу ол әр адамның жүрегінде болу керек. Көп рахмет, тамаша. Енді жаңа айтып кеттік, 20 жасар өзіңнің телевидение әлемінде жүрсің, өзің жақсы көретін, құрметтейтін 3 актер. Енді тізбегі өте көп. Мысалға мен Бекжан Тұрыс ағамыздың тереңдігін сүйемін. Одан кейін өзімнің замандасым, досым Олжас Абайдың өте сан алуан қырлығын сүйемін. Мәселенкей. Азамат Сатыбалды ағамыздың тоқтаусыз еңбекқорлығын сүйемін. Дәл осылайынан әр актердан алып кетуге болады көп. Енді өзің жақсы көретін 3 әнші. Қиын, өте қиын. Өйткені енді Топ.
3. барлығы өзіміздің ағаларымыз, бауырларымыз, достарымыз. тек қана Қазақстаннан емес, шетелдік әншілерден де алсаң болады. Мысалы, Марат Әлібаев бірден Димашты айтты. Иә. Енді Димаш ол біздің еліміздегі теңдессіз тамаша әншілердің бірі, жалғыз біздің еліміз емес, әлемдегі. Сол сияқты өзің жақсы көретін 3 әнші. Біз енді Димашты күллі қазақты әлемге танытқан үшін шексіз құрметтейміз және де шексіз оған алғыс білдіреміз. Енді бірақ мен Димашты күні-түн тыңдаймын деп айта алмаймын. Мысалға. Иә. Күн-түн тыңдауым шарт емес, оны жақсы көру. Біз оны бауырымыз ретінде қатты жақсы көреміз және де осындай бір тарих жасаған үшін ерекше құрметтейміз. Дәл сол сияқты менде әнде немесе әншіге деген бір қатып қалған талғамды жоқ екен. Қазір сұраққа қарап ойланып отырмын да, мен мысалға кімді көп тыңдаймын дегендерде біреуді жастықта жастанып ұзақ тыңдамайды екен, мысалы жылдар бойы әртүрлі. Мысалға мен бір күні аға қызық шетелдің бір рэп әнін тыңдауым мүмкін. Бір күні отырып Бауыржан Бекахмет ағамыздың бір термесін де тыңдауым мүмкін. Мысалы қарасаңыз. Ал бір күні отырып радиодағы Бетховеннің бір композициясын тыңдауым мүмкін. Ал бір күні отырып мүлдем сөзін түсінбейтін, бірақ ана әннің динамикасы ұнап, сондай бір ән тыңдап отыру мүмкін екен. Яғни бір бағытты ұстанып айту өте қиын болып тұр аға. То есть тут как бы от настроения. Иә, солай ғой деймін шамасы. От настроения, от каждодневного. Да. Вот такой. Слушай, можно вопрос задать? Прям вот очень для меня такой важный, животрепещущий по поводу дружбы. Доступ. Это такое вот очень забытое слово, если смотреть вглубь. Сейчас у нас друг кто? Кто тебе денег занял? Или с кем ты там той провел, и ты уже друг его называешь? Вот я знаю, что ты к этому слову подходишь очень серьезно. Для того, чтобы стать твоим другом, какими качествами должен обладать человек? Мынандай бір оқиғада қызық аға. Мысалға, мен енді бір оқиға айта салайын деп отырмын да, осы достыққа қатысты. Қазіргі таңда мынандай болуы мүмкін да, бұл болған оқиға деп айтсақ та болады. Кейіпкерлер кім екенін айтпай ақ қояйын. Бір сыныптан бірнеше жігіт дос болады. Олар 11 жыл бірге оқиды. Түлеп ұшады, әркім арманын қуалап, біреуі Алматыға кетеді, біреуі Астанаға кетеді, біреуі шетел асады. Әрқайсысы түрлі жетістіктерге жетеді. Біреуі ауылда қалып қояды. Ол қарапайым сварщик болып жұмыс жасайды. Бірақ анау арман қуып Алматыға кеткен, Алматыдан асып шетелге жеткен жігіт үлкен кәсіпкерге айналады. Және де оның айналасында тура сондай кәсіпкерлер шоғырланады. Жылдар өтеді, бір 20 жылдықта жігіттер жолығады. Бірақ жаңағы 20 жылдықта отырған сварщик баламен мына бизнесмен жігіттің ортасында мәселен кейбір Арман деген жігіт бар. Бұл Арман екеуімен де жақсы қарым қатынаста, асылында. Бірақ жаңағы кеште Арман мына сварщикпен сөйлеспейді де, мына бизнесменмен көп сөйлеседі. Бірақ Арман бизнестен бірдеңені де қақпайды. Ештеңені де ұқпайды. Неге? Өйткені ол дәл сондай жағдайға жеткісі келеді, жай ғана жан дүниесінде. Сөйтіп, ол сол жігітке көп көңіл бөліп сөйлесу арқылы асылында мына сварщик досының шынайы оған жанасыр екенін ұмытып кетеді. Бірақ мына Арман да күндердің күні жаңағы бизнесменнің етегіне жармашып, еңбегі жанады да, Құдай бағын бұйыртады да, бір белеске жетеді. Сөйтіп мына сварщикті мүлдем ұмытып кетеді. Уақыттар өтеді, Арман ауырып қалады. Ауруханаға түседі. Бірақ ана ауруханада жатқан Арманға мына бизнесмен жігіт бір ретте қоңырау салмайды. Бірақ бәрі бір сыныптан шыққан жігіттер ғой. Анау пәленбай мың шақырым ауылда отқан сварщик, сол айлығына жарастырып, тиынына құрастырып, бір пакетін арқалайды да, мына Арманның жатқан больницасына барады, жағдайын сұрайды да. Арман онымен бүйтіп керемет сөйлесе де алмауы мүмкін. Арман жалпы сөзге жоқ та жігіт болуы мүмкін. Жаңа сварщик жігіт. Сөйтеді да, Арманның қасына отырып, жағдайын сұрайды, бауырым, сен амансың ба, жақсың ба? Жағдайыңды біліп кетейін деп едім, жай ғана досым. Көзіммен көрдім, көңілім орында. Бұйыртсам, келесі апта тағы да бір күн уақытым бар, мен келем келесі апта деп кетеді да. Сонда сварщик шыққан кезде Арман өкіріп жылайды да отырып. Достық деген мен үшін осы. Бір тура осындай сұрақты Бейсен Құранбектің айтуға оңай бағдарламасында Мұхтар Шахановқа қойды.
достықты қалай түсінесің деп. Мұқтар Шаханов мен Шыңғыс Айтматовпен дос екені туралы айтып кетті. Достық тек ол адамдардың арасында болады деген тұжырымға тоқтады. Сөйтсе сен айтады, сіздер азсыздар дейді. Ол адамдар. Біз қайтеміз дейді. Бізге достық жоқ па дейді. Сондықтан да әркім, каждый может посмотреть на это с разного ракурса. То, что он говорит, я вполне согласен с ним. Дүниемен байлық барда досың көп болады, как Тайсон говорит. Когда я поднимался, говорит, у меня было много друзей, говорит. Когда я спустился, говорит, а я узнал, кто такие друзья, говорит, у меня. И поэтому басыңа түскенде досты көресің, жақсыменен дос болсаң, жетерсің мұратқа, жаманменен дос болсаң, қаларсың ұятқа дейді. Қазақ деген дана қалай айтады. Ну, я вот думаю, для наших телезрителей это вообще поучительные слова сейчас, потому что, как минимум, вы оба лидеры мнения, и молодежь сейчас что-то для себя однозначно усвоила. Дұрыс айтасың. Достар, вот пользуясь моментом, сіздерге де айта кеттім бе, жастар, дос көп болмайды. Дос біреу болады, екеу болады, қалғанның бәрі жолдас. Ал ең жақын досыңыз, ол сіздің ата-анаңыз. Ұмытпаңыз. Это родители наши друзья. Потому что они нам всегда желают добро, зла никогда не желают, не могут желать, поэтому любите своих родителей. Не пожалеете. Мы так серьезно обсудили дружбу. Я тут прям задумался о вселенских масштабах. Ты задаешь серьезные Но вопросы. мне хотелось услышать, потому что твой внутренний мир, да. он для меня всегда загадка. Ты сейчас его раскрыл, и мне стало приятно и тепло, насколько ты об этом рассказал. Слушай, а вот мы все шоумены, мы все на сцене. Вот наверняка у тебя за всю историю ведения мероприятий были прикольные случаи на сцене. Расскажи что-нибудь, что запомнилось прям смешное. Кудалар опоздали, я не знаю, там ет задержали на час. Кудалар опоздали, это ж екінің бірінде болатын тойда біз жағдай қоя, классикалық жағдай қойдым. Қандай оқиға? Мен енді бала кезімдегі алғаш той бастап жүрген кездегі оқиғалар шығар енді қызықты. Қазір енді барынша аңдап басып абайлап сөйлейміз ғой тойда. Сол аңдап баспайтын абайламай сөйлейтін кездерде қойдым, шамасы қызықтар болған. Менің ол кезде бір шамамен жасым 19-20-да қойдым. Енді той бастап жүрген кезде мен 18 жасымда той бастадым аға. Ол кезде алып ұшып тұрмыз, барынша күлдірсек болды, бірақ қалай күлдіру деген нәрседе, ол күлдірудің тәсілдері қалай болады деген нәрседе аса ар жағына бара бермейтін шақтар ғой. Содан не керек, той бастайын деп жатыр, үйлену той, оған дейін ол кісілердің бірнеше тойын жүргізген, сол тойға мен шақырған азаматтармен аралас-құрлас болып қалған, мен ағалы інілі сыйласып қалған, ол жігіттер, қарулы жігіттер әйтеуір, жалаң жұдырық, жігітті жайпап салатындай құдіреті, күші де жеткілікті азаматтар ғой, түсініп тұрсыздар қандай азаматтар екен. Сондай орта болатын ол кездер, ол 2007-2008 жылдардағы бір о жақ бұл жағындағы жігіттердің жүрісі ғой. Сол жігіттердің тойына барып тұрмын. Сөйтеді той басталатын кезде бұл енді біреуге күлкілі болуы мүмкін, бірақ ол кезде мен үшін күлкілі болған жоқ та. Маған өте бір ауыр болған, өмірінде бір ұмытылмайтын жағдай. Той басталатын кезде маған бір азамат келеді да, қазір 2 жас жар-жармен кіреді ма дейді, жар-жармен кіреді деймін, онда сол жар-жармен кірген кезде 2 жастың алдында мен кішкентай балам жүрсінші дейді. Мен айтамын, ол не үшін деймін ғой енді. Енді бір жағы жақсарым ғой, ертең әйтеуір кішкентай бала періште ғой, жолын бастап жүрге берген. Айтамын, жақсы екен, мұнда бастап жүрсін. Сөйтсем ол тіпті кішкентай бала екен, өз аяғын өзі алып жүре алмайтын. Анау жар-жармен 2 жас кірген кезде ортада тезірек жүріп айналып шығады, анау аяққа оратылып кедергі жасады да, керісінше болды. Сонымен ойлағанымыздағыдай болған жоқ. Сөйтем да жарайды деп қоямын. Содан жаңағы жар-жардың алдында балам жүрсін деген жігіт келіп, тойдың барысында ананы бүйту керек еді, мынаны бүйту керек деген нәрселер көпке бастады тойдың барысында. Менде бір 19-20 жасар балам, менде алып ұшып тұрмын, амбициям ұрып тұр. Басына сөз асырғым келмейді, жаға ұстаса төбелесіге дейін деп тұрмын. Бірақ анау мені шақырған жігіттерді қандай жігіттер екенін білемін да, сол мені тоқтатып тұрды, мынау да соның бір інішектері шығар деген ой. Сөйтіп ар жағына бармаймын енді, айтқанын істеп жүрмін енді. Ананы өйтсең бүйте қой, мынаны бүйтсең сөйте қой дегеніне көніп жүрмін. Содан не керек, тойдың барысында осы нәрселердің сондай көптігі менің енді кім тойға шақырса да қарамайтындай ішкі ашуымның деңгейіне алып келді ғой. Содан той бастап шығатын шаққа келіп тұрмыз. Жаңағы жігіт те өзінің биігіне мініп алған, шараптың шыңына шығып алған. Сөйтті да маған келеді, қазір той бастар шығарасың ба деді. Иә, шығарам дедім. Той бастардың алдында жаңа кішкентай балам жүру керек деді ғой официанттардың алдында. Неге деп сұрамадым бұл кезде. Жүрмейді дедім, брат.
неге жүрмейді дейді. Жаңа көрдің ғой, бала шыққан кезде аяққа оратылды да кедергі жасап керісінше болды. Мынау официанттардың алдына шықса, қазір балаң тапталады, табанның астында қалады. Одан да шығармай ақ қояйын, ұят болады, шығармаймын деймін. Шығарасың деп тіреледі осы орада. Не керек? Мына жақта бір артистің өлең айтып жатқан шағы кішкене күрс-күрс өлең болып тұр. Біз сахнаның жанында тұрмыз, бірақ халық барлығы бізді көріп тұр негізі. Мына сырттағы эмоциямыздан екеуміздің кішкене бірімізге агрессия танытып тұрғанымыз білініп тұр. Содан тұрады да шығармаймын деймін, шығарасың, шығармаймын деген кезде жағамнан ұстады, шығарасың дейді. Жағасын ұстаймын да итеріп жіберемін ғой. Анау өзі кішкене масайып қалған жігіт тәлтіректеп барып мындай неге стойкалар болады еді. Өзі мейрам қалады, сол стойкаға барып қырына соғылады ғой. Сол сәтте мына жақтан байқаймын ғой, бір жас бала мынандай мойнында несі бар, іліп алған. Қолын салады да көріп тұрмын, ана өте замедленный кадрмен болады бірақ ше. Бірақ мына боковым зрением көріп тұрмын, ана жүгіріп келе жатқан ше. И мынаның қалай шығарып жатқаны, мынаның қалай оқтап жатқаны. Сөйтеді да мына жерге келген кезде уже көремін ғой, секіріп келеді, мына жерге тақайды деп өткіземін. Ол ана инерция өтіп барады, қайғанайды, халық гу өтіп шулайды. Сол момент буквально мен үшін целый бір үлкен кино болып жатқандай әсер ғой енді. Бірінші рет соқтығысып тұрмын ғой, андай ситуациямен өмірімде соқтығыспағанмын ғой. Не айтарым білмей тұрмын ғой енді, менде де шоковый состояние, не ұрарым, не жыларым білмейтін сәт бүйтіп тұрмын. Бірақ ананың барлығы буквально бір 20 секундтың ішінде болып жатқан оқиға. Бірақ жаңағы мен шақырған ағаларым осы жерде келді ғой, тау тұлға болып. Екеуін де құшақтап алды да сыртқа алып шығып кетті. Содан кейін шығып баратыр, маған айтады, мен Золотой дейтін олар. Золотой, айнау жүргізе бер тойың дейді. Қалай жүресің ондай? Бірақ қуантып тұрған қазір той бастарын шығатын сәт, одан кейін той иесі сөйлейтін сәт қой. Өмірімде бір ұмытылмайтын осы шақ, бір есімде қалып қойған. Енді қазір енді мен күліп айтып отырмын ол оқиғаны, бірақ бір жағы ол маған да болашақтағы үлкен қателіктерге жол бермеуге септік болған дүние болып қалды. Бірақ мына кадрды я никогда не забуду. Был у меня такой случай в Актюбинской области, городе Шалхар, веду мероприятие, и мне попадает в затылок что-то твердое. Греческий орех. 2000-е года. Я еще работал туда. Встал там, той жүргізбей тұрып алдым. Что теперь делать? Ушел человек из стоя. Потом только начал вести свой. Тот, который ударил меня орехом. Ничего енді, той болған сондай нәрселер бола береді, бәрі жағдайлар болады. Дегендегі есіме түскен сол, айтпесе неше түрлі. Шәкірт тәрбиелеп жатсың ба? Масаларына тәрбиелеп жатқан. Мен өз басым с Вадимом уже сколько лет, более 20 лет работаем в этой сфере. У меня вот лично менде шәкірт жоқ, бірақ шәкірт Нұрхан Қадырбаев. Басқа шәкірт тәрбиелемеппін. Ондай ойымда болмады. Нұрхан сияқты алғырда болмады ма? Өзіңнің шәкірттерің бар ма? Мен шәкірт тәрбиелеуден өте қашатынмын. Өйткені біріншіден енді сіздердің өздеріңіз шәкірт тәрбиелеуге бел буып кіріспегеннен кейін артта келе жатқан бізге не жоқ деген ой тұратын менде. Және мен шәкірт тәрбиелейтіндей шыны керек анау сыртқа жаратушы иеміз сондай бір кейбір әлсіздіктерімізді жасырып жақсы көрсетіп қойғанмен өз деңгейімнің қандай екенін және өз әлсіздігім мен қателіктерімнің қандай екенін өзім білемін ғой. Дұрыс айтасың. Сол себепті әр жүргізуші дәл осындай баға беру өзіне. Әркім өзінің қателігін, өзінің қандай кемшілігі бар екенін біліп жүрсе, бұндай сөйлекеттер көп болмас еді. Жарайсың, маған осы принципің өте қатты ұнайды, өте дұрыс. И насколько я знаю, у Вадима тоже нет, да? Учеников. Ты никого не учишь. Ну, единственный на сегодняшний день, если можно назвать ученик, это Даниэль Джеймс. Этот... Афроамериканец, да? Да, афроамериканец. Я помню, Даниэл Джеймс. Он и на казахском, да, так еще? Да, он еще когда-то начинал на домбре играть. Молодец, вообще супер. И однажды говорит, Ваке, вот помоги мне. И потихоньку, помаленьку, но он это признает. То есть на сегодняшний день говорит, я вот ученик Фишера. Енді ағажан мынандай да мәселе бар екен. Мысалға, мені тікелей бір шәкірт қып тәрбиелеген адамдар болмаса да, мен бірақ кейбір ағаларымның бойынан бір қасиет алсам, мен оны ұстаз тұтам. Осыны толықтырып айта кеткім келіп тұр. Дәл солайынан мені де ұстаз тұтатын інілерім бар екен. Мен енді ол еріксіз мен оны шәкірт қып тәрбиелемесем де қасыма келіп ақыл сұрап, сол ақылды өмірінде жүзеге асырып, септігінен жемісін көргеннен кейін
ағамның бір ауыз алдына барғандағы ақылымен жаратушы иеміздің жол салып бергендегі жемісі ғой деген дүниенің арқасында ұстаз тұтып жүрген де інілеріміз бар екен. Тамаша, рахмет. Тамаша, ол жақсы. Яғни жастар бар өсіп келе жатқан. Сол жастарға той жүргізетін жігіттерге қандай кеңес берер едің? 3 кеңес. 3 совета молодым ведущим. 3 кеңес өзіңше. Мен енді өзіме анау біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз бойын тазалап, өз өлгенше дегендей, сол мен өзіме айтатын нәрсені шығар, айтатын. Мысалға, мен той жүргізген кезде жан жақты өзіме ұнайтын сөздерді жинайтын едім. Әлі де сол әдетім бар. Бір жерден бірдеңе естіп қалама, міндетті түрде жазып жүремін. Менің ұялы телефонымда заметкеде тұрады. Тойға текті тіркестер деп аталатын заметке. Сол заметкеге мен ұнаған сөздерді терем. Жазам. Және сол бір лайфхакты да ізімнен інілеріме айтар едім. Егер осындай бір ортада ағалармен сыйласып отқан, дәмдес болып отқан, дастарханда, немесе тойда қонақ болып отқан сәтте, немесе қандай да бір мынандай подкастты көріп отқан тұста бірдеңе ұнады, дереу жазып алу. Дереу жазып алу. Сосын соны ақырын сіңіруге әдет қылу. Осы бірінші кеңесім шығар. Екінші нәрсе, әркімге қызыққан жақсы, бірақ өзіңді жоғалтып алмау маңызды. Екінші мәселе осы, өзіңді тануға көбірек жұмыс жасау. Мысалға, сенің сөйлегендегі, мысалға, мен ана деген поэзияны осы жерде оқып, қандай да бір интонация салатын болсам, ол менің даусым, ол менің жан дүнием, ол менің жүрегім. Сіз оны дәл сол поэзияны сіз басқаша оқисыз, Вадим басқаша оқиды деген сияқты. Дәл солай кез келген әңгімені, кез келген сіз тойдағы қолданатын сөздерді өзіңізге жатқыза білу деп ойлаймын. Кеңесім сол өзіңді табу, сол тапқандағы әрбір сөзді өзіңе жүрегіңнің сүзгісінен дұрыс өткізе алу, егер жүрегіңнің сүзгісінен өтпеген сөзді айтпау. Өзің түсінетін, өзің білетін сөзді айту. Жақсы, тамаша. Өзің білмесең, несін айтасың? Кейде соны білмей айтады да, сол сөздің күшін жоғалтып алады, сосын сөз атасы өледі. Что хочу сказать, что вот у меня сейчас такое появилось желание однажды той провести втроем. Вот я представляю. Ну, вряд ли я с вами сочетаться буду. Ойбой, басталды. Ортаға құрметпен, сүйіспеншілікпен Әділжан Шомбалов шақырамыз біріншіден. Потом Нұржан Атаж, и я с вами такой рядом. Тамаша. Поэзияны жақсы көресің бе? Поэзияны жақсы көремін. Бала кезімде бізді Алма апайымыз қазақ тілі әдебиет пәнінен беріп, еріксіз біздің бойымыздағы поэзияға деген құштарлықты оятқан, сол мәнерлеп оқу жастарына көп апаратын еді сол кісі. Алма апай? Алма дейтін апай менің ұстазым. Қазір осы бағдарламаны көріп отырсам, мен Алма апайға ерекше алғыс айтқым келетін еді. Алма апайдың менің фамилиясы. 130-шы Ильяс Жансүгіров атындағы гимназияда Алма дейтін апайымыз біздің поэзияны жақсы көресің. қазақ тілі әдебиет пәнінен. Жақсы, тамаша. Қай ақындарды? Қадыр ақынды тыңдаймын, Мұқағали көбіне ұнататын. Енді көпшілік, одан кейін тәмсілдер, осы жақында бишешендердің көп тәмсілдерін оқып жүрмін қосымша. Содан кейін Әбіш Кекілбаев, Төлеген Айбергеновтың өлеңдерін көп оқимыз тойда. Тамаша. Әділжан аға, вот сейчас слушаю разговор, да, и я понимаю, что правду говорят, что можно, значит, злому человеку притвориться добрым. Можно глупому человеку притвориться умным, а интеллигентным притвориться невозможно. И вот я смотрю, сколько, Нұржан, в тебе интеллигенции. Это большого стоит. Конечно. Сіздердің сондай пікірлеріңізге лайықты болуға жаратқан лайым нәсіп етсіне. Өйткені бір жаратушы біледі, және мен өзім білем ғой. Сонымен, достар, уақытта біраз болып қалған сияқты. Ең бастысы бүгінгі біздің қонағымыз Нұржан Аташ туралы біз біраз мағлұмат алдық. Нұржанға шығармашылық табыстар тілейміз, отбасына аманшылық тілейміз. Ең бастысы қадірлі ағайын, мен туралы, Вадим туралы, Нұржан туралы небір қауесет айтылуы мүмкін. Айтатын адам Айта берсін.